Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға бір жұмыртқаны шағып, жүгері крахмалын қосып, араластырып, қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Содан соң суытамыз. Жұмыртқамызды осылай орап, ұзыншалап, турап шығамыз. Содан соң колбасамызды да ұзыншалап тураймыз. Қиярымызды жуып, екі ұшын кесіп тастап, оны да ұзыншалап тураймыз. Тәтті бұрышымызды да дәл осылай турап шығамыз. Сарымсақты және ас көктерді өте майдалап турап шығамыз. Тәтті жүгерімізді қосамыз, дәміне қарай тұз себеміз. Содан соң майонез қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте жылдам әрі өте дәмді болып шығады. Үйдегі, қолдағы бар заттармен дайындалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.